Özlerinizde әрине түлектер шапалақ ұрып қошеметтеп өздеріңізді құтты төрдегі дастарханға шақырамыз. Қанекей төрге қарай шығыңыздар. Жалпы айтқанда учительскийге қарай кірсеңіздерші. With
сол өмірді бірге бітірген түлектерді аттарыңызды атап қазір ортаға шақырамыз. Кімнің қандай авторитеті бар екен, сол авторитетпен айғайлап шулап шығамыз. Ұстаздарымыз қандай екендеріңіз көріп алсын. Ендеше әдемілеп енді құрметтеп енді список бойынша бастай берейік. Ортаға құрметтеп, ұстаздардың алдына және де осы класстастардың құрметіне деп қадірлеп, сонау алыстан келген, ойпырмай, батысқа қарай жол тартып, сол жақтан бағын тауып, сол жақтан өмір жайлын жалғастырып, ойпырмай, Басшығұлова Гүлнар Қанеке ортамызға шақырайық ортаға. Ортаға қарай ана жерге тұра қалсаңыз болды, бері қарай тұрсаңыз болды, Қанеке шапалақ ұрып қошеметтеп, Басшығұлова Гүлнар. Класста, мектепте қандай болғанын білем, қазір точно халықтың тазалық секторы болып атқан Макежанов Руслан! Шапала қошымен! Ұстап үйден Айдар Алматы Нұрпейсі Мәсен! Жоғайға Ғалия Алматы! Қазіргі таңда Алматы! Мақұлбеков Нарбек! Жаркер! Геннадий Головкин! Мырзахметова Ақмарал! Жұмаділова Жанна! Талдыкурга! Өскімбаев Әқади! Исабеков Дәурен! Именов Арман! Аманжолова Айша! Бойдақ! Аманжолов Ершан! Нұрпейісов Жеңіс! Тойшыбеков Серік! Хасеев Мақсат! Хасанғалиева Әлия! Аманғазиев Нұрдәулет! Отжыбаев Бауыржан! Енді рахмет, кішкене ортаға ашсаңыздар, ортаға келіндер шақырайық осы жерге, әлдері келіндер тұра қалсаңыздар, бұл жаққа қарай қане. Келіндер, тезірек ортаға қарай келсеңіздер. Ана, кішкене мына шетке қарай тұрасыздар ғой, өйткені ұстаздарға көрінбей жатыр. Шапалақ ұрып қошеметтеп Қанеке келіндерді. Вау! Аяулына құрметті ұстаздар, өздеріңіздің шәкірттеріңіз бақытын осы бір аяулы қыздардан тапқан екен. Жан-жарын деп, жағамызды кірлетпей жүрген сүйкімді де, сүйікті біздің серіктеріміз де осы жерге мақтана, шаттана ертіп келіп отыр екен. Енді рұқсат болса, келіндер, сәл ортаға келіп тұрсаңыздар, ұстаздарымызға келіннің сәлемін салып қойсаңыздар. Ендеше жүрегінде түгі бар. Өнер азаматы, Жазиралы Жаркенттің жезтаңдай әншісі, красавчик. Бірақ үштікке бола кетті. Еркінбек баларыңыз ортаға қарсылайық Қанеке. Ереке, мына кісілер сіздің бажаларыңыз болады енді. Мына жақтан бажалар көп келмепті. Енді рұқсат болса құрметтеп, әркім өзінің жарын, әркім өзінің күйеуін әдемілеп ұстап дастархан бастаған. Шақырайық Қанеке, шапалақ ұрып қошеметтеп. Міне, осы жерде қазір әркім өзінің жарын ұстап, мұғалімдердің алдынан бір рет өтіп кетсеңіздер, міне менің жарым. Аптарын артап қастарыңызға, міне менің жарым мынандай. Ой, бәрекелді, қазір сәл уақыттан кейін аптарыңызды таныстырамыз. Қане? Әлия еркінбек кетіп кетсекші. Ал қыздар дастархан шақырайық өздеріңізді, Қанеке. Жақсай жақсы күнде бас қосып отыр екенбіз, қадірлі құрдастар.
Кеш тағы да құтты болсын. Енді біз сібірмен әр нәрсені бастайтын еліміз ғой, сондықтан да рұқсат болса ер азамат деп қадірлеп Әли мырзадан ақбада сұрап ағдастырғанды ашып алсақ. Әумин деп көтер білекті нұрға бөлеп жүректі. Әли Савинский болса да бере салам ба? Апайымыз? Амангүл апай. Ал ендеше ақбада сұрайық апайымыздан кәдеге баталарыңыз қабыл болсын деп. Әумин. Школьный болса да береміз. Школьный бата болса да болады. Ардайым олдасын, еш жамандық болмасын. Денімізге саулық, басымызға амандық, әрқашанда осындай қауіппенен, осындай мол дастарханменен сыйласып жүріңіздер әумин. Күшті ғой батаңыз. Ал тағы да кештеріңіз құтты болсын. Что-то кеше әбден тойлап сағасыздар ма? Настроение жоқ бүйтіп қалыпсың ғой. Рахмет ендеше, құрметті құрдастар, 81-лер, класстастар. Енді осы жерде осы бір 81 болып 20 жылдық кездесуге жиналамыз дегеннен бастап, ақша жинаймыз дегеннен бастап, группа құрып, сол группаның шаңын шығарып, звандап, бір-біріне мазалап, ақша қайда, қашан бересің, неме, отыранала деп, қандай қиын болды. Группаны бастап құрған кім? Админ? Жанна мен Ақмарал құрыпты да, ең класстың сүйкімсіз екеуі болған ғой. Еще мұны, ол класты бас қосып ақша жинаған бұлай тұрсын. Ойлашы жерде, Гүлсім апайды іздегендер қандай қиын болған. Гүлсім апайды жаңағы, в общем, жер әлемнен іздепті. Интернеттен іздеді дейді, одан бір күні меған звондайды, Гүлсім апайды көрмеді ме, мен қайда білем деді. Сен Ақмаралға айттым, сен мынандай әнді айтшы, сол кезде табатын шығарсың дедім қазір мен. Ақмаралдың өзі шықты да осы бір датаға қиналғаннан соншалық мына осындай әнмен іздеді ғой сізді. Алматыда жоқ, Астанада жоқ, сені іздедім, үмітті үзбедім. Ақтөбеде жоқ, Шымқалада жоқ, сені іздедім, үмітті үзбедім. Ең соңында сөз таппаған соң дей берді ғой. Енді сөйтсе, бұл кісі мына тұрған қоғалды екен ғой. Тауасып бар бәрің тауыпты. Ендеше қадірлі түлектер, ортаға құрметтеп алғашқы ұстазымыз Жайлыбекова Гүлсім Аманбай қызы деп құрметтеп ортамызға шақырайық. Қанекей шапалақ. Енді бір сұрақ апайға анықтап қараңыздаршы. Өзгерген, өзгермеген? Ал, өзгермеген ба? Шоу алма ашып жатқаннан ба? Түрі, мынандай жағдай болған ғой, бір апай бүйтіп келе жатып көшеде өзінің оқытқан бұрын 20 жылдан кейін кездестіріп қалған ғой. Бергелей бала, сен менің классымда оқымадың ба десе, бүйтіп қайтып, кімсіз деген ғой. Айналайын, мен сенің ұстазымын ғой, ұстазыңмын, неге мен танымайсың? Мен осылай бәленбай бәленшем ғой, неге мен танымайсың десе, жоқ танымадым десе, білесің бә, сен мектепте мынандай оқышы, сен мынаның қасында отырдың, бүйттің ғой, сөйттің ғой. Сен, өзгермепсіз ғой, қойшы, өзгердің ғой, қай жерім өзгермеген десе, жоқ, сол баяғы пальтомен әлі жүрсіз ғой деп айтады. Өйткені баяғыда сондай болатын ғой, мұғалімдер бір пальтомен 10 жыл, 15 жыл жүре берушіңіздер ғой.
қазір біздің келіндер, қазіргі жас мұғалімдер жылына 4 пальто ауыстырып тастайтын шығар, 4 мезгілге. Бір сезонның өзінде реттеп тастайды ғой. Ендеше сол жанын аямай сіздердің уақыттарыңызды бағалап, өзінің уақытын аямаған аяулы ұстазымызға қошемет ұрып, Ақтілекті алғашқы ұстаздан бастаса, қалыңыз қалай? Қазір не істеп жатсыз? Ана қойдыңыз ба сабақты нені? Қойдым ғой. Қанша жыл болды? 3 жыл болды. Пенсияңыз нормальный шығар қазір? Соқтайға келді. Ендеше одан да көп болсын апай. Әлгі ана жүректің шымылдығын ашып, қазір мына шәкірттеріңізді қарап өзіңіз бір қуанып қалған шығарсыз. Енді көбі өзгермеген қарасаңыз, түрлері өзгермесе де басқа жақтар өзгеріп кеткен ғой. Енді құрметтеп апайымыздың ақ тілегін қабылдайық. Келіңіз апай. Рахмет. Қайным боларсың ба, інім боласың ба, рахмет. Жезде де олыңыз. Жарет, немене де қалжыңның жарасы атаңмен қалжыңдас дегендей. Атаңмен қалжыңдас деп айтады ғой, біздің атамыз қазақ. Енді осы міне келгелі 3 күн болды, 3 күннің ішінде енді сөзімізде таусылып қалған сияқты не айтатынымызды білмейміз енді. Соны енді өстіп жайқалып, жайнап жүргенім бір жағынан жолдасымның да несі шығар енді. Өзгермей, сол қалпында қалғаным. Жолдасымның да жаңағы несі шығар маған деген жаңағы жақсы қаралы деген сияқты сол ғой енді. Ал енді сендердің өзгермегендерің, ол да енді ойлаймын, сендердің өздеріңде жолдастарың солай сендерге жақсы қарап, сендерді құрметтеп, жарық етіп алғаннан кейін, сендерге де бір құрмет көрсетіп, сендерге осылай жайнап жүрсін деп ойлаған шығар енді. Қарасам енді бір шама балалар өзгерді, былай несін көбісін, бірақ тез өзін танып алдым. Ешқандай өзін танымады, жарқада суретіп жіберіп едім, жаңа сенсің ғой деп көп жүрдім, сені де таптым. Русланды бірден таныдым. Арманды бірінші рет көрдім, маған кейін оны бірден таныдым. Ержан ғана кішкене өзгеріпті, Ержанды ғана кішкене артынан кейін барып, мен Ержанмын деген кейін барып таныдым, әйтсе қалғандардың сол қалпы өзгермегенсіңдер. Енді не дейміз енді? Мына бірліктерің, мына тірліктерің осылай әрқашанда ары қарай ұласа берсін. Жаңағы өткен істеріңдегі ас берулерің жақсы жолда қалдырмайды дейді, жақсы дос және жауға қалдырмайды дейді. Сол істерің сендердің өте риза етті бізді. Бүгін мінекей енді 3-ші күні біз тойлатып жатырмыз. Осы дастархандарың әрқашанда толы болсын, берекелі болсын. Жандарындағы жажыларында өздерін әрқашанда құрметтеп, сыйлап жүрсеңдер де, олар ешқашанда жаңағы өзгермей, сол қалыпта күндей жайнап жүреді, сендерді де сыйлайды. Бірінші өздерің ілтипат көрсетсеңдер, неге жарларын сендерге ілтипат көрсетіп, бір-біріңді сыйлап жүріңдер. Және айтады ғой, ұстаның заты өлмейді, ғалымның хаты өлмейді дейді. Жақсы адамның артынан жақсы сөз ерсе, ол сол өлмейді дейді. Мінекей сендер әрқашанда өстіп арттарыңнан жақсы деген сөзді ілестіріп жүріңдер. Ешқашанда сендер одан кем болмайсыңдар, қор болмайсыңдар. Міне сендердің кешені соң қоңырау барғанда, мінекей осы ұжым бастығының өзі сендерді мақтап жатыр. Қандай мінекей осы балалар деп. Енді ол жаңа мен ойлаймын, осы менен кейінгі сендерді оқытқан мына ұстаздардың да арқасы, сендерге жақсы тәрбие бергеннің арқасы деп ойлаймын. Осындай адамгершілікке тәрбиелеп, жаңағы имандылыққа тәрбиелеп. Мен ойлаған жоқ едім мынандай балаларым менің ораза ұстап, жаңағы ас береді деп ойлаған жоқ едім. Мінекей жарты балаларым ораза ұстап жатыр екен. Ол да бір мыңда бір шүкір Аллаға деп ойлаймын енді. Ал не деймін енді ары қарай? Осы неше күн болды, сөз сөйлеп жатырмыз, айтып жатырмыз, сөзге таусылып қалды. Енді сендерге алдағы уақытта зор денсаулық тілеймін. Ешқашанда ауырмаңдар, сырқамаңдар, балаларың аман болсын, өздерің аман болыңдар. Пәле-жала сендерден айналып өтсін, жаманшылық жоламасын сендерге. Әрқашанда осылай жаңағы
бір-біріңді істеп, бір-біріңді сыйлап тұрыңдар, өмір бойына өлгенше дейді ғой қазақ. Осы бірліктерінен ажырамаңдар. Сендерге мыңда бір рахмет, мыңда бір тәуба. Алла өздеріңе разы болсын. Рахмет апай, тілегіңіз қабыл болсын, Алла тағаланың құзырына жетсін. Кеш тұрып, кедей болғанша, ерте тұрып, еңбек еткен артық деп мен қайнатамның әйелі айтқандай. Абай атамыз айтқан екен ғой, еңбексіз мал дәметкен қайыршылық деп. Енді бұл жерде сіздің еңбегіңіз ерен. Өйткені жаңа қыздарыңыз тікесінен тұттырып, жүгіріп, өзіңізді құрметтеп, өзіңізге деген сыйын, қадір қасиетін, мынау тәй-тәй басып, мектеп табалдырығын аттағаннан өзіңіз осы шәкірттеріңізге тәлім мен тәрбие берген екенсіз. Ендеше сол еңбегіңізді бағалап, жерленнен іздеп жүріп, ұстазымызды табайық, аялайық, сыйлайық, ақша жинайық, өзімізден аямайық деп, әдемі бір жақсы бір дүниені дайындап, өзіңізге бір сый-сияпат дайындаған екен. Енді өздеріңіз соны атап бересіздер ме, жоқ менің атымнан бере салайын ба? Иә, мен ақша. Класстастар бүгін мінеке жаңағы 20 жылдыққа жиналып қалдық. Шынымен де 5-6 ай бұрын шулап шырқырап жаңағы осы күнге жеттік, аман есен. Гүлсім апа, еңбегіңізге табыс, денсаулығыңыз зор болсын. 100-ге келіңіз. 100-ге келіңіз. Аман болыңыз. Енді біздің жалпы класстастарымыздың атынан сізге азаған сыйлығымыз бар. Соны табыс етуге рұқсат етіңіздер. Апайымыздың құлағына алтын сырға. Орамал тон болмайды, жол болады деген екен. Әрқашанда жолыңыз болсын. Екеуміз бірге баратын күнде, қайда сол сырдың жағасы, ал жақта бау арасы. Мен мұз бала, сен той жеткен күнгі қарашы. Жанымның жарты бөлшегі, арманым сенсің еңселі. Оқушы кезің қайдасың? Сағынып кеттім мен сені. Ойбай, жанымда қимай тұрсың ба, тоқсаншы? Думаным әндай сырдағы сәнді, сұлу сенен сырғалы, қызғалдақтай қошемет, қане? Біз үшін ыстық сол шағына ұлтымдағы. Рахмет. Гүлсім апай, сырға, мына жерде отырған шәкірттеріңіз сырғаға өздері жинады. Мына орамалды мен бір құдалықтан алып едім. Мен де құрғыл келді деп ойлап қалмасын деген қойын. Рахмет, құтты болсын, сырғаңыз құтты болсын. Рахмет. Негізі мен осы елдің барлық бір үйге барғанда жан-жағына бәріне қарайды ғой. Есі қандай, дастарханы қандай, мебелі қандай, мен ондай нәрсеге ешқашанда қарап көрмеген адам екенмін. Және де осы алтынға, әшекейге ешқашанда қызықпаған адам. Кейінгі жылдары осы пайда болды осындай ше. Оны енді ойлаймын, немерелерім үшін қыз болып жатыр, соның кейін шығар деп. Сол енді айып етпеңіздер, рахмет сендерге. Мен сендерден ештеңе бір жаңа дәмет бердім де, сендерді бір көрсем деп армандадым. Сол арманыма өздерің жеткіздіңдер. Рахмет сендерге. Маған алмай қойсаңдар да болар еді, маған оның да қажеті жоқ деп ойлаймын енді. Рахмет. Бәрекелді. Енді аяулы ұстазға мәртебені осылай көрсетіп жатыр. Ол өзіңізден алған тәлім мен тәрбие, өзіңіздің үйреткен, өзіңіздің аямаған еңбегіңіз бүгін міне әзір осы бір тойдың беташарын өзіңізге беріп, және де осы бір тәтті дүниені, өзіңізге деген сый құрметті осы бір дүниемен білдіріп, шәкірттеріңіз осы бір тортты кесіп
мен өткенде негізінде айтқан мал сояйық деп едім, Ақмарал ой торт соя салайықшы деп қойма қойды, соны жарайды. Иә, рахмет. Ал енді бір тілімен кесі қошемет қане, демеп отырайық та. Жанна, сал бересің. Жаннаға беріңіз, сал береді. Айғай шу, қайда? Ай, хау! Қанаттандырған шәкірттеріңіз міне талаптанғанын көрсетіп жатыр. Рахмет. Ал енді рұқсат болса, кезінде осы кісі сабаққа кірген кезде тұрып қарсы алып, тұрып шығарып салушы еді қой. Ендеше қошемет тұрып, құрмет көрсетіп, сол баяғы еске салып. Екеуіңізге мұнда бір рахмет. Өзіңіздің шәкірттеріңіз сізге деген сый құрметі көрсетіп жатыр. Төрлетіңіз. Құтты дастарханның қадірлі қонағы сыйлы ұстазы болып отырыңыздар. Аяулы ұстаздар, мына жақта өздеріңіздің шәкірттеріңіз әсет орныңнан бір тұрып қоясыз ба? Жұбайыңыз да бір қасыңызда тұрып қойса, өздерінің ұрпақтарын өнерге болып, сіздерге деген бір әдемі сый алып келіп отыр екен. Ендеше әсеттің ұлы тамаша ән шашу сымбат балаларыңыз, неберелеріңіз қабыл алыңыздар, қанекей. Ассалаумағалейкум. Жомарттықтарыңыз құтты болсын, соған арнап бір өлең айтып берейін. Ай, бәрекелді.
жана бердім. Ұстазым менің ұстазым, өзіңнен өткен қыз жазым, қалдырған ізің мәңгілік, жанға тұрар жаңғырып. Ұстазым менің ұстазым, ұстазым менің ұстазым, өзіңнен өткен қыз жазым, қалдырған ізің мәңгілік, жанға тұрар жаңғырып. Ұстазым менің ұстазым. Көріне берсін, Әсет, молодец, осындай ұл тәрбиелеп, осындай ортамызға ерінбей балаңды алып келгенде, үлкен сахнадан, телевизордан көре білек балаңды. Әсеттің баласы мен кластасын деп айтып қоятындай. Мынау атырауский вариант деймін. Ауылда жүре берсе бермес еді негізінде. Ана жаққа барғаннан кейін ана вариант қой жоқ, кәдімгідей бір ән айтса кәдімгідей бір ва деп да. Кейде бір құда келсе, тойға барсақ, Атыраудан келсе екен деп күтіп тұрамыз ғой бізде. Рахмет. Енді мына құрметті тойшыл қауым, баяғыда бір мектепте жаңағы Руслан сияқты бір жігіт сабақта отырған ғой. Сөйтсе, Гүлсім апайымыз сияқты бір апай сұрап жатыр дейді. Әй, Руслан, орныңнан тұршы. Әй, сен осы үлкейгенде кім боласың? Келешекке алдыңа қойған мақсатың бар ма десе, бар апай. Алдыма қойған үлкен мақсатым бар менің. Мен мектеп бітірген соң оқуға түсемін. Оқуымды бітірем. Ары қарай жұмысқа кірем, жұмысқа тұрам. Бір нәрседен құрайым, ақша табам, жағдайымды жасайым. Жұмысым ілгері басып, Құдайға тәуба бір фирмам болады, одан кейін ары қарай ол компанияға айналдырам. Мен үлкен басшы болам апай депті. Сөйтсе, жанында тұрған Жанна сияқты бір қыздан сұраған ғой, Жанна, сен не істейсің? Сенің қандай мақсатың бар десе, апай, мен басымды ауыртпаймын, осы Русланға күйеуге шыға салмайын ба деп айтады. Соғысағанда негізінде бітеп қарап болса, қазір мектепте деймін да, кеше бізде де 20 жыл, мен де 20 жылдық болды, мына жерде апайлар еді, мен де құрдаспын, осы 81-ден, мен де 81-мін. Кешелі бері бізде шаршап кеттікші. Бірақ шыдайым. Нан ұрсын, шыдайым деп айтқан. Баяғыда, енді осы жерде жаңа Гүлсім апай, енді сіз 20 жылдан кейін мектепті бітіргеніне 20 жыл болды, сонда қазір есептеп қарайтын болса, сіздің ар жағыңызда жалпы 27 жыл бұрын берген екенсіз, сабақта. Енді ол кезде 3-ші класс болды, 2-ші класс болды, ол кезде анандай бір аса бір нелерін байқамаған шығарсыз. Есіңізде ме осы жерде кім жаңағы 1-ші класстың өзінде кім жылаңқы еді, кім андай төбелескіш еді, сол есіңізде қалды ма? Осы жерде бір орныңыздан тұрып, бетіне бас сүйегін алып отырғансың, жаңағы оқушыларыңыздың өзі айтып отыр, біздің не істегеніміз есінде ме екен, осы апайдың деп бүйтіп маған сұрақ қояды, сұрашы дейді. Иә, давайте қызық болсын еді, осы жерде бір орныңыздан тұрып, мысалы, Макижан мынандай еді, бірақ Макижан бұл, ол кезде сен басқа жақта оқыдың ба? Мына жақта оқып, сол сендерге барсың, қайта қайтып көрдің ба? Сен ары бері көшіп жүрсің ғой. Иә. Айта беріңіз. Русланның өзін еске түсіргенмен сразу лезде маған хабарласын дейді. Руслан, сен сондай едің ғой деп тұрып, Русланға сразу өзім айтқан болдым. Айтыңызшы, бетіне басыңызшы. Айтыңыз, апа, іштегі. Жоқ, мен құрдасым ғой ол. Енді құрдасым оны сөйлегенде кекетіп ойнан нетіп жүрме дейді. Менің елім екен өзі, жолдасымның елі екен өзі, маған туысқан болып отыр, сондықтан мен Абидаға бердім демейді Руслан. Жоқ, не істеп еді, просто соны айтсаңыз ғой. Не істегенде Руслан төбелесіп келетін да, сол балалар жылап келеді ғой, басқа орыс класының балалар сонда. Не дейсің сен? Апай, өзі ғой деп
Мәди қандай еді? Мәди есімде жоқ. Мәди Орыстастан келді. Әсет қандай еді? Ол да жоқ. Нарбек, Ол да жоқ. Мақсат. Мақсаттан келді. Арман. Ержан қандай еді? иә, Ержан шырдап отыратын әйтеуір. Сабақты жақсы оқиды, есеп жақсы шығаратын. Бауыржан. Ақмаралшы. Ақмарал да кейін келді. Нұрдәулет олдан Серік ұқсатып Арман, Бауыржан. тепші болған Серік. Әнші деп әйел айттық ана жерде. Әнші болса болады деді. Арманшы, Арман. Арман, ол жуас болады, кішкене ғана. Ой, кішкене жуас болады Арман. Көп болды, көп өспейді. Бауыржан да міне сондай. Жаны отыратын, одан сабақты жақсы оқиды, жақсы оқиды. Бірақ та кейде әлгі бір оқымай беретін кез болған, оқыса да сол айдамай отыратын кез болған, сол бұған қосатын бәрі жағдайы оқысын, қырсын деп. Айжан жақсы оқыды. Ең бірінші маған хабарласқанда айтты ғой, Айжан қайда жақсы оқушы еді ғой, олар қандай оқуға түсті деп бірінші секретарь мен ана Гүлен деген қыз бар еді ғой, фамилиясы Даурова, ол да жақсы оқиды. Оның мамасы айтады, тура үйге келгенде сіздің жаңағы негізді салып тұрып кішкентесіңізде сабақ үйретеді дейді. Мен айтқанымды қимылымды іс-әрекет етті ғой, көрсеткен сабақ оқытады ғой. Сонымен Гауһар деген қыз болды, ол да өте жақсы оқыған қыз болды, ол екінші сыныпта ма, үшінші сыныпқа келіп қалды. Үшінші сыныптан кейін келді. Гүлнәр қол көтеріп отыр. Иә, Гүлнәр кейін келді. Иә, сол айдан келді. Гүлнәр кейін келді, бірақ та ылғи да көзіне жас тұратын. Жасалып тұрған көзі. Ой, әлі жылап жүр, кеше жылап жүр. Мектептен келген, қаланың мектебінен келген, бізге келгеннен кейін жаңағы ортасы басқа, бәрі басқа, үйрене алмай сөйтіп жылап жүрген ғой. Сол кейін айтады ғой, мен сол үйрене алмай сөйтіп ана жағын ойлап жылап жүрген. Кеше бізге үйрене алмай жылап жүрген. Ал енді кейін үйреніп кетті ғой, енді кейін. Бәрі жақсы болды. Тағы да Нұрдәулет ол да үндемей жүретін бала болады. Сабағы жақсы. Болды, осы жерден тоқтайық. А то берген сырғасын қайтадан алып алдым. Мен өзім ұқтыламаймын ба? Рахмет, енді мына құрметті тілектер, жақсы бір сөз бар ғой, дәмді болса достық қымбат, мәнді болса жастық қымбат дейді. Қадірлі болса кластас қымбат, ұлы болса ұстаз қымбат дейді. Тағы да бір ұстазымыз, енді құрметті тойшылығым, қадірлі бүгінгі жақсылыққа кешке жиналып отырған қыздар, жігіттер, жаңа класс жетекшіміз енді марқұм ол кісі Нұрахметова Гүлжахан апайымыз енді ол кісі өмірден өткен екен. Енді сол кісі өмірден өткен соң сол кісінің орнын басып, ары қарай өздеріңізді жаңағы мектеп табалдырығын енді ұшырған тарих пәнінің мұғалімі Омарова Ханымгүл апайымызды құрметтеп ортамызға шақырайық. Кішкене шапалақ. Ханымгүл апай, сәлематсыз ба? Мен енді көпті көрдім деп айта алмаймын, бірақ осы той саласында осы бір жүргеніме бір 15 жылдай уақыт болып қалды. Ханымгүл деген ат кішкене сирек кездесетін ат. Көп кездесе бермейді. Мен соның ішінен білгенім, Ханымгүл деген есімді алып жүрген кісілердің көбі өзіңіз сияқты көрікті, әдемі болады. Ендеше осы сұлулықтың символы болған апайымыздың ақ тілегін қабыл алайықшы. Келіңіз апайым. Рахмет. Құрметті бүгінгі мына ағдастардың жиналып отырған 98 жылдың түлектері, шәкірттерім, мерекелерің құтты болсын бірінші. Қадамдарыңа нұр жаусын, қадамдарыңа гүл бітсін. Міне осыдан уақыт деген қандай шіркін. 20 жыл деген уақыт зымырап өте шықты. Кеше ғана осы мектеп қабырғасында, өздерің кеше мектепте болдыңдар ғой, сол жерде
11 жыл бойы білім алып, қанаттарын қатайып, білім нәрімен сусындап, соңғы қоңырауды өткізген болатынсыңдар. Міне кеше сол жерге келіп өздерің ұйымдасып, сол мектепте болдыңдар, мектепке келіп жаңағы сәлем бердіңдер ұстаздарға, өздеріңнің класстарыңды көрдіңдер, біраз әңгімелесіп отырып қайттыңдар. Не дейін енді? Мына 2-3 күннен бері үлкен мейрам болып жатыр, мереке болып жатыр. Әрине осындай бола берсін. Жақсылық, қуаныш осылай бола берсін. Осы қуаныштарың ары қарай жалғаса берсін. Мына 20 жыл дегенде әрине аз уақыт емес. Міне үлкейдіңдер, қанаттарың қатайып, еліміздің әрбір салаларында қызмет атқарып жатырсыңдар, жұмыс істеп жатырсыңдар, әртүрлі кәсіпшілікпен шұғылданып жатырсыңдар, отбасылы болдыңдар, әке болдыңдар, ана болдыңдар. Міне еліміздің гүлденуіне, дамуына сендер де үлкен өздерің үлестеріңді қосып жатырсыңдар. Әр салада жүрсеңдер де, еліміздің қай жерінде жүрсе де сендер үлестеріңді қосып жатырсыңдар. Абай атамыз айтқандай, сен де бір кірпіш дүниеге кетігін тапта барқалан дейді. Сендер де сол үлкен өздерің үлестеріңді қосып жатырсыңдар. Аман болыңдар. Міне балалы шағалы болып жатырсыңдар. Сендердің тіпті бала шағаларың біздің мектепте оқып жатыр. Яғни біз немере шәкірт, шөбере шәкірт оқыттық, алдымыздан өтіп жатыр. Өзіміздің оқытқан оқушыларымыздың жаңа балалары оқып, әрине олар да жақсы оқып жатыр, жақсы тәрбиеленіп жатыр. Мінекей енді не дейін мен? Сендерді класс жетекшілікті алып келген 11-ші классқа дейін Гүлжахан апайларың болатын. Ол кісі мен өзім Нағараштан ауысып келген болатын жаңадан. Сол кезде ол кісі ауырып жүр екен. Маған шет жағасын айтып, мен өстіп ауырып жүрмін осылай деп. Екеуміз